Здравствуйте, ребята! Как ваши дела? У меня все отлично. Давайте начнем наш сегодняшний урок «Наши семейные ценности». 6-7 сабақ біздің отбасылық құндылықтар. Бүгін біз үлкен тақырыпты бастаймыз. Ол причастие туралы. Есімше қазақша. Енді соған прочитайте загадку дейді. И отгадайте, как вы думаете, о какой части речи в ней говорится? Мына жұмбақты оқып, не туралы айтылған білейік дейді. Вот свойство мое обязательное. Склоняюсь я как прилагательное. На все вопросы его отвечаю, глагол по значению напоминаю. Менің міндетім дейді. Менің қасиеттерім мынандай дейді. Мен прилагательныйға ұқсаймын дейді, сын есімге. Бірақ сын есім сұрақтарына жауап бергенмен, мағынам менің етістік глаголға ұқсайды дейді. Это какая часть речи? Это причастие. Причастие, есімше. Ары қарай, есімшенің ережесін жаттап алайық. Причастие – это самостоятельная часть речи, которая обозначает признак предмета по действию. Осы жерін нақтырап жаттау керек. Өйткені обозначает признак предмета. Прилагательное бізде это какая часть речи? Тоже обозначает признак предмета. Прилагательный да признак заттың сынын білдіреді. Причастиеде заттың сынын білдіреді, бірақ қимылдаған кездегі заттың сынын білдіреді. Признак предмета по действию, қозғалыстағы. Объединяет в себе свойства прилагательного и глагола и отвечает на вопросы какой, какая, какое, какие. Ол өзінде сын есімнің және етістіктің прилагателі және глаголдың қасиеттерін бір өзінде жинап алған. Яғни екі қасиет бар. Какой, какая, какое, какие деген сұрақтарға жауап береді. Бұл прилагательдің да сұрақтары. Бірақ ерекшелік бар. Мысалы, воспитавший, өсірген, баққан, воспитанный, уважавший, уважаемый, уважающий. Бұл мысалдар. Енді қандай суффикстен құралған? Соны байқап өтейік. Уш, уш. Юш, юш. Аш, яш. Ем, ом. Им, вш, ш, ен, н, т. Деген глаголдар арқылы деген суффикс арқылы глаголдан причастие құрап тұрмыз. Яғни глаголға осы суффикстерді жалғанып, бұл причастие болып есептеледі. В предложениях полные причастия согласуются с семенами существительными и выступают в роли определения. Сөйлемдерде ол зат есіммен, яғни имя существительный зат есімдермен тіркесіп, определение, яғни анықтауыш. Определение – это анықтауыш. Анықтауыш рөлінде болады. Сөйлемнің ішінде ол анықтауыш болады дейді, причастие. Қайтадан бір қайталап шығайық. Уш, юш. Аш, яш. Ем, ом, им. Вш, ш. Ен, нн, және т суффикстерін арқылы құралады. Есімізде сақтап алайық. Ары қарай. Используя опорную схему, мына схеманы пайдалана отырып, перечислите признаки глагола и прилагательного
у причастия. Қарайық, причастие ол етістік ретінде как глагол, как прилагательный. Сын есім ретінде қалай болады дейді. Етістік ретінде имеет вид. Етістік ретінде екі түрге бөлінеді, как глагол. Совершенный и несовершенный. Имеет время настоящий и прошедший. Может быть возвратный. Етістік ретінде ол екі түрге бөлінеді дейді. Совершенный және несовершенный. Осы шақта және өткен шақта қолданылады, және қайтарымды, яғни возвратный болуы мүмкін дейді. Ал сын есім ретінде, как прилагательный, изменяется по родам, по числам и по падежам. Яғни ол женский, мужской, средний родқа түрлене алады. Единственное множественное числоға түрлене алады, және падеждерден өзгере алады деген сөз. Ол прилагательный ретінде. Және ол зат есіммен біріккен кезде сол зат есімнің қандай родта, қандай падежде тұрғанымен байланысты өзгереді. Зат есімге байланысты болады. Әлі де алда анық ашып айтатын боламыз жаттығулар арқылы. Ары қарай кеттік. Сравните данные словосочетаний слов дейді. Мына сөздерді салыстыр дейді. Сөз тіркестерін. Найдите причастие и поставьте к ним вопросы. Назовите их грамматические признаки. Мына сөйлемдерден біз причастие табайық. Алдымен үй салып жатқан жұмысшылар. Рабочие, строящие дом. Рабочие, жұмысшылар, үй салып жатқан. Бұл жерде рабочие, строящие дом дегенде қай жерде причастие? Қай сөз причастие? Әрине, біз бана суффикстер етіп кеттік. Ол жерде аш, яш деген суффикс арқылы құралады деген. Яғни бізде яш суффиксі болғандықтан біз осы сөзді причастие деп есептейміз. Ары қарай. Какие рабочие деп сұрақ қойсақ болады екінші жолы? Рабочие, строящие дом. Үй салып жатқан. Қандай жұмысшылар? Үй салып жатқан жұмысшылар. Строящие причастие. Какие деген сұраққа жауап беріп тұр. Міне мен мына жерге үш глаголды ашып толық жазып өттім. Енді түсіндірейін, жаңағымызды жалғастырайық. Біз айттық, строящий дом. Ол причастие несовершенного вида. Өйткені строящий дом совершенный және несовершенный вид болады дедік. Ашып айтайық. Совершенный вид деп причастен. Егер сол етістіктің мысалы үй салынып жатқан, ол әлі салынып жаттыр. Ол әлі жұмысы біткен жоқ. Ол жұмысы бітпегендіктен әлі салыну үстінде, әлі салынатын болғандықтан ол несовершенный болады. Яғни строящий дом. Әлі олар үйді салып жатыр жұмысшылар. Сондықтан ол несовершенного вида болады. Причастие несовершенного вида. Настоящее время. Осы шақта, олар дәл осы моментте олар үйді салып жатыр. Строят они дом. Бұл настоящее времяде тұр. Множественное число. Яғни олар рабочие. Көп жұмысшылар. Үйді салып жатқан жұмысшылар өте көп. Сондықтан ол множественное числода тұр. Рабочие. Кім? Біз рабочийға именительный падежде тұрғандықтан кто дегенді. Сондықтан причастиеге де именительный падеж беретін боламыз. Невозвратное причастие. Причастие возвратный және невозвратный болып екіге бөлінеді делік. Невозвратный егер
етістікте ся етістігі болмаса, ол невозвратный причастие болып есептеледі. Қалғандарын сіздер түсіндіре аласыздар ма? Рабочие какие? Построившие причастие, они какого рода? Построившие, үй салған жұмысшылар. Олар үйді салып болды. Ол жұмыс бітті, аяқталды. Сондықтан ол причастие совершенного вида болады. Мысалы, бір строящие, әлі үй салып жатқан жұмысшылар мен построившие, яғни үйді салып болған жұмысшылардың арасындағы екі түрлі айырма. Яғни совершенный вид, яғни ол жұмыс біткен жұмыс, аяқталды. Сондықтан ол совершенный вид болады. Прошедшее время, яғни олар үйді салып болды, ол бітті, ол жұмыс аяқталды. Сондықтан ол өткен шақта тұрған время, прошедшее время. Множественное число. Бұл жерде де жұмысшылар көп болғандықтан көпше түрде тұр. Невозвратное. Мен жаңа айтып кеттім. Етістікте ся суффиксі қолданбағандықтан бұл невозвратный болады. Именительный падежде тұрған полная формадағы бұл причастиелер. Енді үшінші үйді өздеріңіз жазылып тұрған бойынша талқылап шығыңыздаршы. Дом какой? Построенный. Причастие совершенного вида. Неге совершенного? Прошедшего времени. Невозвратные. Неге невозвратный? Неге множественное число? Неге именительный падеж? Жоқ, мына жерде построенный дом. Бұл жерде меніңше единственное число болу керек. Мен шатастым ғой деймін. Көрдіңіз бе, мен шатасып кеттім жазған кезде. Айтып жатыр, түсініп жатыр қате жазғанды. Единственный числода тұр екен. Дом бір ғана үйді салғандықтан олар дом бізде единственный числода тұр. Сондықтан бұл да единственный числодағы причастие болады. Түсіндік пе? Түсіндіре алдым ба? Тағы да сұрақтарыңыз болса, сұрап отырыңыздар. Әзірге осы 6-7 сабақтың жалғасы келесі видеода жалғастыратын боламыз. Түсініп алыңыздар, әлі де түсіндіретін боламын. Келесі видеода кездескенше сіздерді күтемін.